Бір ел бір кітап республикалық акция аясында 2025 жылы көрнекті ақын поэзия жанр бойынша Қазақстан Республикасының әнұранның гимнінің авторы Жұмекен Нәжімеденов. Қазақ әдебиетінің ұлы ақынына 90 жыл. Жұмекен Нәжімеденов ел рухын асқақтатқан, өзінің шеберлі өлеңдерімен ерекшеленген тұлға. Жұмекен Нәжімеденовтың кітапханада өлеңі. Жаным менің, тұрды ауырып, кім емдер? Маған бір жақсылық тілеңдер. Қасық бал бер, қаңсып тұрды таңдайым. Мойым менің кеуіп тұрды, үнем бер. Мұңдарынсың, шындарымсың ұмтылар. Мың әсерден арлам деп ұмтылам. Әр теңеуден аттай алмай сүрінем. Әр теңеудің алдына кеп бір тұрам. Мен сендерді тірі достан кем көрмен. Талай тірі достар бар ғой менде өлген. Мен сендермен амандасып тұрамын. Пушкин ақын қоштасқалы сендермен. Абай болып Махамбет де мұқтарман. Ажал ғана мұңайта алған мұқтарлар. Әр қайсысы бір ғасырдан жұтталған. Әр қайсы бір-бір елді құтқарған. Жүр ғой мені есепшіде естіғып, Бергелимен Фердаусидай ескеліп, ерте жатқан әлем ардагерлері секілдісің мұң бояулы кешкі болды. Уа, ұлылар, жырларыңа бір жүзейін тақтай бер. Берер болсаң аққуыңды атпай бер. Маяковский, қаһарыңнан сақтай көр. Өтмен шал, сақалыңнан сақтай көр. Бурыл жау, бегасыңмен бір теңбе. Менің тайым соңдарыңнан бүрмеңтер. Адамдардың арасына кішкене тұрмысыңдар, сыймай өткен үлкендер. Жаным менің тұрды ауырып, кім емдер? Маған бір жақсылық тілеңдер. Қасық бал бер, қаңсып тұрды таңдайым. Көңілім менің көріксіз тұр, үнем бер. Сендерсіңдер шынарымның үлкенім. Момыш жалынындай білгенім. Қасіретті басып өткен мұң ұстаз. Қайырымды, қасиетті мұң томым.